Барлығына сәлем. Бүгін біз ағылшын тіліндегі an артиклінің қай кезде, қандай мақсатта қалай қолданылатыны туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы ағылшын тілінде артикль дегеніміз зат есімнің белгілі немесе белгісіздігін көрсететін қосымша. Олар ағылшын тілінде үшеу: a, n, z. Осындағы an бұл белгісіздік артикль, яғни кез келген біреу дегенді білдіреді. Мысалға, қазақ тілінде біз бір алма, қалам, дәптердің алдына ештеңе жалғамаймыз. Ал ағылшын тілінде осы кез келген алма, кез келген дәптер, кез келген қалам болу үшін біз артикльді қолданамыз. An apple, a pen, a notebook. Алма, кез келген бір қалам, кез келген бір дәптер. Қарап тұрсаңыз, кейбір жерде an, кейбір жерде a артиклі қолданған. Сонда бүгін біз үйренетін боламыз. Бірінші ереже. Article a. One thing, one person before consonants. Яғни, бір зат немесе бір адам дауыссыз дыбыстан басталса, сол сөзді біз a артиклін қолданамыз. Мысалға, Alice works in a bank. Alice банкте жұмыс жасайды. Мұндағы зат есім bank. Және бірінші әріпі b болғандықтан біз a артиклін қойдық. I haven't got a car. Менде көлік жоқ. Мұндағы car көлік. Және c дауыссыз дыбыс, сол себепті де a артиклі. Can I ask a question? Бір сұрақ қойсам болады ма? Көріп тұрсаңыз, аударғанда да біз оны a question, кез келген бір сұрақ. Дауыссыз дыбыстың алдында a артиклін қойдық. There is a woman at the bus stop. Аялдаманың алдында бір әйел тұр, немесе бір әйел бар. Дауыссыз дыбыстың алдында a артиклі. Екінші ереже. Article n before a, e, o, I, u. Яғни, n артиклін біз дауысты дыбыстардың алдында қолданамыз. Дауысты дыбыстан басталса, затесі біз n артиклін қолданамыз. Мысалға, do you want an apple or a banana? Сен алма ма, банан ба, қайсысын қалайсың деп тұр. Мұндағы apple a әрпінен басталды. Дауысты дыбыстан сол себепті де біз n артиклін қойдық. Ал banana, банан, b әрпінен дауыссыз болғандықтан a артиклі орнында қалды. Екінші мысал. I'm going to buy a hat and an umbrella. Мен бас киім және қолшатыр сатып алмақшымын дедік. Мұндағы hat бас киім дауыссыз дыбыс болғандықтан a қалды. Umbrella қолшатыр u дауысты дыбысынан басталғандықтан n артиклі жазылады. Бұған қоса, ағылшын тілінде ережеге бағынбайтын бірнеше сөздер бар. Біз оларды жаттап алуымыз қажет. Мысалға, an hour, ондағы h дауыссыз болса да, біз оның алдына n артиклін қойдық. Неге? Себебі бұл h осы сөзде оқылмайды, үнсіз, silent, үнсіз қалады. Енді келесі екі сөз ол дауысты дыбыстан басталса да, бірақ біз оларға a артиклін қойдық. Бұл ережеге бағынбайтын екі сөз. University, European. Үшінші ереже. Article an, a thing, a person is. Яғни, article an-ді біз бір заттың не екенін, бір адамның кім екенін айқындау мақсатында қолданамыз. Мысалға, a mouse is an animal. Мұнда жалпы тышқан бұл жануарға жатады. Animalдың алдында an, және тышқанның алдында a себебі дауыссыз дыбыс. Келесі. Henry is a nice person. Henry жақсы адам. Мұнда қарап тұрсаңыз, зат есімнің алдында сын есім тұр. Ал a артиклі осы сын есімдегі бірінші әріпке тікелей қарайды. N дауыссыз дыбыс, сол себепті де a артиклі қолданған. Football is a game. Футбол ол ойын. Game ойын. Дауыссыз дыбыстың алдында a артиклі. Енді соңғы ереже. Article an before jobs. Яғни, article an-ді біз жұмыс, қызмет түрінің алдында қолданамыз. Мысалға, Picasso was a famous painter. Picasso ол атақты суретші болған. Painter суретші, famous атақты, мұндағы дауыссыз дыбыстан басталғандықтан a артиклі қолданды. I am a dentist. Мен тіс дәрігерімін. Мұндағы dentist d дауыссыз дыбыс. Сол себепті де a артиклі қолданды. Would you like to be a teacher? Сенің мұғалім болғың келеді ме? Мұндағы teacher қызмет түрі, мамандық түрі.
Сол себепті де біз артиклді қолдандық. Осымен бүгінгі ережелеріміз бітті. Енді жаттығу жасап, осының барлығын есте сақтап алайық. Бірінші жаттығуда біз берілген сөздерге дұрыс артиклді жалғауымыз керек. Сөздерді оқып шығайық. Old book. Ескі кітап. Кез келген бір ескі кітап. Екіншісі window. Терезе. Және ол терезе. Дауыссыз дыбыстан басталып тұрған соң a window. Үшінші horse. Ат, жылқы. Және бұнда h дауыссыз дыбыс. Және бұл ешқандай ережеге жатпағандықтан a артиклі. A horse. Airport. A әріпі. Бұл дауысты дыбыс. Сол себепті де n. An airport. Аэропорт. Келесі. New airport. Жаңа аэропорт. Келесі. New airport. Жаңа аэропорт. Бұл аэропорттың алдында бізде сын есім тұр, және ол n әрпінен басталды, дауыссызда. Сол себепті де A new airport. Екі мысалға назар аударайық. Екеуінде де аэропорт, бірақ екіншісінің алдында сын есім тұр. Біз әрқашан сын есімнің бірінші әрпіне қараймыз. Сол себепті шатастырмаңыз. Келесі. Organization. Мекеме. Және ол дауысты дыбыстан басталып тұр. O. An organization. University. Бұл сөзді сіз білесіз, бұл ережеге бағынбайтын сөз болғандықтан осылай белгілеп қойайық. Және дауысты дыбыс болса да, біз оған тек a артиклін жалғаймыз. Hour. Уақыт, сағат, Бұл да ережеге бағынбайды. Дауыссыздан басталса да, біз оған n артиклін қоямыз. Себебі мынау h әрпі оқылмайды. An hour. Оқылғанда an hour деп оқылады. Келесі. Economy problem. Бір экономикалық мәселе. Бұнда problem дауыссыздан басталса да, біз мұна алдындағы сөзге қараймыз. Сол себепті an economy problem. Енді келесі жаттығуға назар аударайық. Бұнда бізде сөйлемдер берілген және мына кестеде сөздер. Осы сөздерді аударып, артиклдерін дұрыс қойып, сөйлемдермен байланыстыруымыз қажет. Бірінші сөздерді оқып шығайық. Bird, құс, vegetable, көкөніс, mountain, тау, river, өзен, flower, гүл, game, ойын, planet, ғаламшар, tool, аспап, бір құрал сайман. Енді бірінші сөйлем. A dog is үйрек, ол құс, құс бізде bird, ол дауыссыз дыбыстан басталған соң a артиклі және birdті жазамыз. A dog is a bird. Үйрек, ол құс. Бірінші сөйлем. A carrot is сәбіз, ол vegetable. Бізде ол дауыссыз дыбыстан басталған соң ол да is a vegetable. Көкөніс. A carrot is a vegetable. Сәбіз, ол көкөніс. Tennis is Tennis, ол табайық ойын түрі, game. Бұнда да a game. Себебі дауыссыз дыбыс. Tennis is a game. Tennis, ол ойын. A hammer is Hammer, бұл балға. Ол балға бізде құрал сайман. Tool is a tool. Келесі. Everest is Everest шыңын сізде білесіз. Бұл бізде тау. Everest is a mountain. Jupiter is Jupiter is a planet. Бұның барлығында біз a артиклін қойып шықтық. A rose is Роза, бұл гүл. Is a flower. Және соңғысы. The Amazon is бізде қалды river. Is a river. Amazon бізде бұл өзен. Мұнда барлығы a артикліне арналған сөйлемдер екен. Осымен сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болып деген ойдамын. Және сіздерге мен бір тапсырма дайындап қойдым. Ол тапсырманы сіз өз бетіңізше орындап, астындағы комментарийға жауап қалдырыңыз. Мен міндетті түрде тексеріп бағалайтын боламын. Bye!